Жалпы тәуелсіз ұрпақтары грант иелерін Атырау қаласы жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен тәуелсіздік ұрпақтары грантына конкурс ағымдағы жылдың 11 қараша күні басталған болатын. Аталған грант бойынша 500 мың теңгеден 10 грант иегері анықталған болатын. Жалпы жобаның негізгі мақсаты дарынды жастардың жаңа батыл, серпінді, ғылыми және шығармашылық бастамаларын қолдау мақсатта болатын. Грант жалпы 5 бағыт бойынша берілді. Ол атап өтсек ғылыми, мәдениет, ақпараттық технологиялар және бизнес, медиа бағыттары бойынша жобалар қамтылған болатын. Және сол бойынша жобалар қабылданды. Жобаға өтінім бергендер саны жалпы Атырау қаласы бойынша, Атырау облысы бойынша 50-ден астам болды. Комиссия мүшелерінің іріктеуімен солардың арасынан 16 қатысушы үміткер іріктеліп таңдалған болатын. Тәуелсіз тұғырлы деген керемет грантты әлеуметтік желі Instagram арқылы көрген болатын. Өзім бағымды сынап қараған болатын. Аллаға мыңда бір шүкір, 50 адам қатысып, соның ішіне 16 адам іріктеуден өтіп, 10 адамның ішінен бірде-бір үміткер мен болған болатынмын. Онымен мақсатым алдағы уақытта Индер ауданымызда ашық аспанда каток жасағым келіп жатқан ниетім бар. Былтыр жасаған болатынмын, ниеттен сол жүзеге асты. Биыл енді Алла қаласа осы түскен қаражатыма коньки алып, тубинг алып, Индер ауданына қарасты мүмкіндігі шектеулі ерекше баласы бар ата-аналарға және де онымен қоса көп балалы ата-аналарға тубингті конькиде тегін беремін, бірде-бір пайдасы. Және де онымен қоса инвестиция келеді, жасыратын ештеңесі жоқ. Ол аудан әкімінің қолдауымен, кент әкімінің қолдауымен жүзеге асырылады.